Баршаңызға сәлем. Бүгін тауық етінен дайындалатын тапанжи тамағының рецептісімен бөлісемін. Алдымен тауықты орташа бөліктерге бөліп аламыз. Картопты үлкен бөліктерге бөліп аламыз. Жартылай ашты бұрышты да үлкен бөліктерге бөлеміз. Пиязды кесек бөліктерге бөлеміз. Қазанға өсімдік майын құйып, плитаны максималды отқа қоямыз. Май қызғаннан кейін 2 ас қасық қант себіп, толығымен ерігенге дейін араластырамыз. Содан кейін тауық етін қазанға салып, 10 минуттай қуырамыз. Қуырылғаннан кейін 2 ас қасық соя соусын құйып, араластырамыз. Пияз, 1 шай қасық имбирь ұнтағын, 3 дана лавр жапырағын, 4-5 дана бадьян, ащы чили бұрышын салып, барлығын араластырамыз. Сегіз 10 минуттай қазанның бетін жауып қоямыз. Дәміне қарай 4-5 шай қасық тұз, картоп қосамыз. 400-500 мл су құйып, қақпағын жауып 15 минут картоп дайын болғанға дейін бұқтырамыз. Он 15 минут арасында 1 рет картопты араластырып қоямыз. Картоп дайын болғаннан кейін сарымсақ пен жартылай ашты бұрышты салып араластырамыз. Біраз минуттан кейін тапанжиымыз дайын. Араластырып, дастарханға береміз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Айгерім. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер.